шеңбер болып тұрамыз. Ашыламыз. Шеңбер. Нұрсұлтан кел арамызға. Кел. Артқа таман тұрамыз. Кел, мына жерге тұрамыз. Диана, ұстап. Бәріміз саусақтарымызды былай жасаймыз. Бір саусақ жетеді. Диана, үшін ұстап. Міне кел, өрмекші тор. Саусақтарыңызға мен өрмекші торын жасап кетіп бара жатырмын. Жоқ, біреу. Міне кел. Өрмекші торын жасап жатырмын. Екінші ұшын Диана ұстайды. Мына жерге тұрыңыз. Созыңыз. Бұл өрмекші торы. Жіптің ұшы Дианада. Диана сұрақты Ақкенжеге қояды. Ақкенже жауап бере алмаса, өрмекші өрмегіне түсіреді. Қолына былай ораймыз. Егер Ақкенже жауап берсе, Диана түседі торға. Түсінікті ма? Сол үшін барынша күрделі сұрақ қоюға тырысамыз. Ойын осылай айналып, ең соңы Дианаға келіп қайта тоқтауы керек. Ал Диана бастаңыз Ақкенжеге. Падиша деген сөздің мағынасы қандай? Падиша сөзінің мағынасы. Падиша патшадан кем емес. Дұрыс па? Патшадан кем емес деген сөздің мағынасы. Падиша патшаның қызы. Патшаның қызы болады, не? Падишадан кем емес деген. Абай патшадан кем емес деген мен оқыдым. Қай жерде кездеседі? Не істейміз? Қабылдаймыз ма? Жақсы, келесі. Негіз патшаның қызы деген мағына береді. Төлеген қай елдің қызын көруге аттанды? Төлеген қай елдің қызын көруге аттанды? Қай елдің? Шекті ат. Дұрыс. Келесі. Ақкенже жеңіл сұрақ қойып қойды. Келесі. Эпифора дегеніміз не? Қайталанып сөздің соңында Қайталаудың бір түрі. Сөйлем соңында мәтін Өзіңіз айтыңыз жауап. Өлеңнің басында немесе соңында қайталанып. Басында кездессе қайталанып болады. Соңында кездессе эпифора еді. Туралап айттыңыз ғой бірақ, жауапты тура айтты. Өзіңіз сөзсіз. Кеттік, айта. Көтеген жырын қандай ғалым аударды? Көтеген жырын қай ғалым аударған еді? Тор жасап тұрамыз. Созсайды ғой. Кім аударды? Жауап бар ма, жоқ па? Жылдам жасамыз. Жауап жоқ па? Бақытсам. Тор бассын. Жоқ, торға түстің. Бұлай түсесің. Орап түсесің. Келесі. Шат дегеніміз. Шат. Бәдіші дегеніміз. Бәдіші дегеніміз не? Жауап бар жоқ? Тез айтамыз. Жоқ. Бәдіші алдырдым деп айтып жатыр ғой. Айта ғой, өзің айт жауабын. Тасқа қажап жазатын адамның есімін бәдіші. Нұрсұлтан түсті өрмектің торына. Дианаға сұрақ қоямыз. Нұрсұлтан. Дианаға ма? Қыз жібек пен Төлегеннің рөлін алған сценарийлер. Актерлар ма? Қыз жібек рөлінде. Жауап бар ма жоқ па, Диана? Көп қой не? Жауап жоқ. Жібектің рөлін Құман Тастанбеков, Меруерт Өтекешева. Жібектің рөлін Меруерт Өтекешева. Төлегеннің рөлін Құман Тастанбеков актер ойнаған болады. Ол қайтадан өзін құтқарып шықты. Біз қаншада